الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, Абдул қырағат кітабын жалғастырамыз. Бүгін 17-ші дәріс, الدرس السابع عشرة توفيق ذاهب إلى المدرسة. Тауфиқ медресеге бара жатыр. Әдеттегідей жекеше сөздер интиқадун бұл мұқият қарау деген мағына. Мұқият қарау, дұрыстап қарау. Интақада, янтақиду, интақид деген етістік шығады. Ифтиалун бабында тұрды. Яғни ифтаала, яфтаалу деген сияқты интақада, янтақиду етістігін шығарып аласыздар. Яғни интиқадун, интақада, янтақиду. Мұқият қарау. Сайрун аяқ киімнің бауы. Халлун шешу. Бір мәселені, қиындықты шешу. Иқтидаун еру немесе имамға ұю. Біреудің арқасынан еру немесе имамға ұю. Тәқирун төмен санау. Төмен санау. Хақара яқиру деп не алады ғой, жаңағы кемсіту деген мағына ғой, бұл айтқанда. Кемістіп төмен қарау. Мухаффадатун сақтау. Аддун ол санау. Аддун санау, есептеу. Иттиадун өнеге алу, жағы дәріс алу, өнеге алу. Хамлун алып бару, өзімен бірге. Хамлун алып бару, бағда ән кәтәбә жазғаннан кейін, жазғаннан соң деген мағына. Ары қарай оқиға басталды, иншалла. Қалатил умму, ана айтты. Анасы деп тұрған жоқ біреудің. Жалпы мать сказала дейді ғой, бұл айтқанда. Қазақта бұлай айтылмайды негізі, бірақ араб тілінде солай айтылады. Қалатил умму сабахан либниха тауфиқин. Таңертең айтты ана, таңертең өзінің ұлы Тауфиқке әнтәл әні зәхибун иләл мадраса. Сен қазір барасың, кетесің мектепке, яғни. Фатаала ли анзура хәл такуну сиябука назифатан. Бергелш, мен қарауым үшін дейді. Яғни бергеш мен қарайын, яғни қарауым үшін немесе тікелей алса қарауым үшін былай бері кел, мен қарайын, хәл такуну сиябука назифатан. Сенің көйлегің таза болып тұрма, соны қарайын дейді. Яғни сенің көйлегің таза болып тұрма, соны қарайын дейді. Валамма тақаддама, жақындаған кезінде, ахадат тантақидуху жайиден. Ахадат, яғни бәдәәт деген мағынада, бастады деген мағына. Оны мұқият қарастыра бастады. Өте, жайиден. Жақсылап қарастыра бастады оны. Жақындаған кезінде. Валамма тақаддама, яғни Тауфиқ жақындаған кезде оны анасы жақсылап қарастыра бастады. Сумма қалат лаху, кейін айтты оған. Ла ялиқу бика ән тәзхаба иләл мадрасати қабла ән тәғсила вәджхака ва ядайка ва тамашшита шаарака. Шашыңды тарамай тұрып, екі қолыңды, жүзіңді жумай тұрып, жумастан, яғни алдын, яғни сенің шашыңды тарамай тұрып, екі қолыңды, бетіңді жумай тұрып, яғни жумастан алдын мектепке баруыңа сенің болмайды дейді. Ля ялиқ, дұрыс емес, лайық емес дейді. Саған лайық емес, бет қолыңды, шашыңды тарамай, бет қолың жуып, шашыңды тарамастан алдын мектепке баруың лайық емес саған, дұрыс емес.
انظر إلى حذائك فإن سيره محلول وإلى ردائك فإنه وسخ. Қарашы дейді. Сенің өзіңнің аяқ киіміңе қарашы. Фаинна сайраху, шын мәнінде оның бауы, аяқ киімнің бауы махлул, шешіліп тұр. Ва иля ридаика, үстіңгі көйлегіңе қара. Яғни изар рида бар, изар белден төменгі киім, рида белден жоғары киім. Енді үстіңдегі киіміңе қара. Фаиннаху васихун, шын мәнінде ол кір. Инна аувала шайин яджибу алейка, шын мәнінде ең әуелгі зат, ең әуелгі нәрсе, яджибу алейка, саған істеу керек болған, саған міндет болған ең әуелгі нәрсе, уәжіп болған, яғни амалуху сабахан хуа ан такуна назифатан. Яғни бірден оқиықшы. Инна аувала шайин яджибу алейка амалуху сабахан хуа ан такуна назифатан. Таңертең саған істеу керек болған ең әуелгі нәрсе, таңертең саған істеу керек болған нәрсе ең әуелгі. Антакуна назифан, таза болу. Саған алейка, саған деген уәжіп болатын, яғни міндет болатын, яғни. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Фақтади биуалидика фи залик. Бұл мәселеде, бұл жағдайда, яғни бұда, бұл жерде, осыда, яғни фи залика, осыда сенің әкеңе ер. Осыда сенің әкеңе ер, әкеңнен өнеге ал дейді, яғни бұл айтқанда өнеге ал деген сөз жоқ мына жерде. Жалпы әкеңе ерсеш дейді, яғни таза бол, ең әуелгі істейтінің жаңа тазалық болсын деген сияқты үсті басында. Әла та'ламу я ибни, ей балам, білмейсің бе? Анна вуджудака фил мадрасати аля хазал хал юадду тахқиран ли муаллимика. Яғни білмейсің бе, ей балам дейді. Медреседе сенің, ей балам, шын мәнде сенің болуың медреседе осы халда саналады сенің мұғалімің үшін кемсіту. Яғни осы жағдайда медреседе, яғни мектепте осы жағдайда болуың мұғалімің үшін кемсіту болып саналады. Соны оны білмейсің ба дейді. أما عندك الأشياء اللازمة للمحافظة على النظافة. سنده жоқ па дейді. أما عندك الأشياء. Сенде жоқ па дейді. Yani барма деген сөз ғой. Барма сенде الأشياء الملازمة للمحافظة على النظافة. Тазалықты сақтауға арналған, тазалықты сақтауға лазым болатын ашиаул мулазамату лил мухафаза аля ан-назафа. Яғни тазалықты сақтауға керек болған заттар сенде жоқ па дейді. Тазаланатын заттар жоқ па? Яғни шашыңды тарайтын бетрамал сияқты деген мысал үшін келді. Яғни тағы да ама индакал ашиаул мулазама, сенде керек заттар жоқ па дейді. Мулазама, яғни міндет болған, лазым болған заттар жоқ па дейді. Неге лазым болған? Тазалыққа лазым болған, тазалыққа керек болған заттар сенде жоқ па дейді. Фахунака тосту вал мау вал сабун вал миншафа вал мишту вал фурша. Анау жерде тостақан, яғни бір не бар, ілеген сияқты, және де су бар, сабын бар, миншафа, яғни сүлгі, вәл мишту, тарақ, және де фурша, яғни жаңағы щетка бар дейді. Фаттаада тауфиқун би калами уммихи. Анасының сөзімен
Тауфиқ өнеге алды. Анасының сөзінен Тауфиқ өнеге алды да ваада иля худжратихи, өзінің бөлмесіне қайтты. Ва баъда ан ғасала ваджхаху ва машшата ша'раху ва наззафа хидааху хамала кутубаху ва захаба иля ал-мадрасати кама раайта фи ссура. Өзінің және де жүзін жуғаннан кейін, шашын тарағаннан кейін, және де аяқ киімін тазалағаннан кейін кітаптарын алып мектебіне кетті. Суретте көргеніңдей. Яғни жақта сурет тұрады жаңа. Шашын тараған, аяқ киім тазалаған деген сияқты ғой. Бүкіл бәрін естіген. Анасының сөзінен өнеге алып, аяқ киімін тазалап, және де шашын тарап, бетін жуып болғаннан кейін кітаптарын алды да мектебіне кетті. Сен суретте көргеніңдей дейді. Яғни иншаллах, Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін, бауырлар. Түсінбеген жерлерін сұраңыздар. Мынау иншалла, Алла қаласа, тез осы нені бітіріп тастауға тырысамыз. Иншалла, енді күніне болғанда, әр жасағанда бір, әр сабақ жасағанда бір 2-3-ден немесе 4-ден немесе қолдан келіп жатса, одан да көптен жасап тастауға тырысамыз. Құдай қаласа, иншалла, бұдан алдағы уақытта араб тіліне қатысты ғана емес, бәлкім уағыз насихатқа да қатысты кітаптарды салатын боламыз. Ол жерде мынандай видео дәрістер емес, аудиомен аударып саламыз. Әртүрлі кітаптар, иншалла. Өзімнің ойлап отырғаным, имам Ғазалидің қысқа тақуалыққа, нәпсін тәрбиелеуге қатысты кітаптары бар, керемет. Сол 2-3 кітабы дайын болып тұр сабақ жүргізуге. Соны иншалла осындай бір дәріс форматында өткіземіз. Дәріс форматы дегенде арабша аударуға көбірек мән беріп, сол кітаптарды оқитын боламыз. Сол мынау арабшасы біраз көтерілген жігіттерге арабшасын одан әрі көтеруге, тереңдетуге жақсы септік болады. Жаңағы кітаптарды оқу, сол кітаптарды қарау, одан қала берсе рухани өзіңізді күшейтіп азық алуға да жақсы кітаптар, иншалла. Екінші томды бітіргеннен кейін бастаймын ба деп отырмын, иншалла. Алла тағала жеңілдік берсе. Түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар, бауырлар. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.